Алдағы жылы еліміздегі 20-дан астам ауылда заманауи спорттық сауықтыру кешендері бой көтереді. 2014 жылға арналған бюджеттің жобасында осы мақсатқа 4,7 миллиард теңге қаралған. Аталған кешендер 70% республикалық, 30% жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын болады. Бұл туралы бүгін спорт және дене шынықтыру істері агенттігіне өткен қоғамдық кеңес отырысында ведомство басшысы Ерлан Қожағапанов айтты. Оның мәлімдеуінше, бүгінгі таңда республика бойынша спорттық кешендерге деген жалпы қажеттілік 1 миллионнан астам шаршы метрді құрайды. Ал қазір бары 587 мың шаршы метр, яғни 44% ғана. Сонда қазіргі тапшылық 747 мың шаршы метрді құрап отыр. Басында бұл спорт кешендерін біз облыс орталықтарында саламыз деп едік, бірақ үкімет отырысында бұл дене шынықтыру сауықтыру кешендерін аудандарда, ауылдарда салатын болдық. Бүгінгі отырыста біз осы құрылысты қалай бақылауда ұстаймыз деген нақты шараларды қарадық.